Ассалаумалейкум, достар. Сіздер мына видеоны көрдіңіздер ма? По 8 областям вбил кадастровые номера. Я знаю, что за этими кадастровыми номерами сидят олигархи из семьи Назарбаева. Понимаете? Вот я вижу, что сведения закрыты. О чем вы говорите? Вот какую сказку вот здесь лепите при нас? Сведения закрыты. Что вы можете мне предъявить на этот счет? Комиссия уже приняла решение. Токаев дал поручение. Кто там нужен, чтобы уже довести дело до конечного результата? Это Токаев, я не знаю, какой авторитет должен вмешаться, чтобы Минсельхоз открыл сведения. Скажите мне, пожалуйста. Қазір біз 3 миллион 200 мың гектар жерді мемлекеттік меншікке қайтардық. 3 миллион 200 мың гектарды. Енді біз осы жылдың соңына дейін, 2023 жылдың соңына дейін біз тағы 5 миллион ауыл шаруашылық мақсатында жерлерді мемлекеттік меншікке қайтаратын жоспарымыз бар. Енді біз білесіздер 2027 жылы Болат Назарбаевтың иелігіндегі 27 учасканы мемлекеттік меншікке қайтарғанбыз. Жамбыл облысына Болат Назарбаев тиесілі 67 мың гектар жерлерді мемлекеттік меншікке қайтарды. Тимур Құлыбаевтың Казгу Аль-Фараби атындағы мемлекеттік ұлттық университет жерін қайтарды. Базарбек ағамызға базар жоқ. Ол кісінің жасап жатқан еңбегі өте зор. Алайда бұл жерде туындайтын сұрақтар өте көп. Неге осы жерлерді заңсыз иемденген тұлғалар мен оларға сыбайласа көмектескен мемлекеттік лауазымды тұлғалар жауапкершілікке неге тартылмай жатыр? Оларға қылмыстық құрам бар деп антикор мен бас прокуратура іс қозғалды деген мағлұмат неге жарияланбай жатыр? Біз қазіргі таңда Масимов, Сатыбалды және Боранбаевтың іске тартылған көрдік. Оның ішінде Масимовқа әлі де шешім шығарылған жоқ. Енді Тоқаев мырза айтқандай, еліміздің жарты байлығын иемденіп келген 162 адамның 159-ы қашан жауапкершілікке тартылды? 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана.